Арыстан мен түлкі. Арыстан қартаяды. Аңдарды бұрынғысындай аулай алмайтын болады. Енді аңдарды айламен аулағысы келеді. Өзі үңгірде жатады да: «Аурумын, жүруге әлім жоқ», деп барлық аңдарға хабар таратады. Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңдардың біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болады. Бір күні түлкі келді. Ол үңгірден алысырақ тұрады да: «Қалыңыз қалай, тақсыр?» деп көңілін сұрайды. «Халім нашар, неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан, азырақ сөйлесейік», дейді арыстан. Түлкі болса: «Мен саған жақын барар едім-ау, бірақ саған кіретін із бар да шығатын із жоқ», деп жүріп кетіпті.